үйге қарай жеттім. Ағам күтіп алды мені. Бәрі уайымдап жазып жатыр ғой. Ағаң күтіп алсын деп ше. Дәректі көріп. Үйге тәттілер алдық, фрукты алдық. Енді үйге қарай кетіп бара жатырмыз. Мама маған анадай көйлек алып берді. Мам, түнімен киіп ұйықтатпадың ба сізді? Ұйықтамай қойын. Еще қазір маған укол салайын деп жатсың. Система. Мам, сонда мені аямайсыз, аха. Привет. Өте сұлу. Рахмет. Хұршат қайда дейді. Үйінде. Мен қазір барахолкадамын. Екі мамаға бірде көйлек алдым. Накидка көйлек. Ертең дүйсенбіге дайындық. Біраз уақыттан кейін өзіме сырға салуға көйлек іздеймін. Барып киіп көремін. Потом ертең кірпік жасату керек, маникюр жасату керек. Бірақ затылатын қыз сияқты айналып жүрмін. Сырға салып студияда боламын дейді. Әрине, тікелей эфирде Евразия бірінші арнасында. Мен де сізді жақсы көрем. Рахмет. Жүрек істеміші. Вот сіздерге жүрек. Бүгін эфирге келесіз бай? Жоқ. Бүгін бізде дайындық. Оля, нақыт басыр. Сырға салу қашан ет дейді. Дүйсенбі. Алян, сестренка секенсің ғой дейді. Я. Тағы не алу керек? Миым ашық деп. Қалың тағы не алу керек? Кешесі кесіп жазып болмайды. Өтінші, әнім. Бақытты бол, Хұршат жақсы жігіт, ал сен өте ақылды қылсың. Рахмет. Той күні қашан дейді? Келесі айда бұйырса. Айжан, сәлем. Шымкентке жалынды сәлем. Шымкентте көріп отырғандар болса. Қой, мен прямойдан шығайын.